Бүгін чечевицамен блинный пісіретін боламыз. 200 грамм чечевицаға мұздай су құйып, түнге қалдырамыз. Мен холодильникке қойдым. Таңертең чечевицаны жақсылап шайып, погружной блендерге саламыз. Үстіне чечевица батып тұратындай етіп су құйып, тұз сеуіп, блендерден өткіземіз. Осыған 2 жұмыртқа, разрыхлитель, ванилин, сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Қатты қызып тұрған табаға бір ожау блинныйды құйып, жақсылап пісіреміз. Табаға май жақпаймыз, блинныйдың құрамында май бар. Біздің блинный осындай әдемі түсте пісіп шығады. Бұл блинныйдың құрамында темір бар. Чечевица құрамындағы темір жануар етінің теміріне қарағанда қиын сіңіріледі. Қанға жақсы сіңуі үшін витамин С-ға бай продуктылармен қосып жесеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.